you heard of that? What you heard of that? What you heard about me? What you heard of that? What you heard of that? What you heard about me? Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Surprise YouTube channel, біраз уақытқа жоғалып кеткен рас. Онымен қатар Jay Style дегенде атпен шықтым. Енді кейінірек Surprise ол өзгеріп кетті. Негізі біраз уақытқа жоғалып кеткенім үшін кешірім сұраймын сіздерден. Енді бүгіннен бастап видеоларым жаңа форматта, жаңа түрде болатын болады. Сеніңіздер достар. Бүгінгі видеомның өзі айтып тұрғандай Билайннен шексіз интернет деп аталады. Достар, кәдімгідей шексіз интернет. Сіздер сенбейтін шығарсыздар әрине, бірақ сенуге тура келеді. Нет, это неправда! Это невозможно! Прислушайся к своему сердцу, и ты поймешь, что это правда. Нет! Нет! Қазір Билайнның өзінің сондай тариф жасап қойды, сол тарифке байланысты тегін пайдаланып көруге рұқсат етілген. Енді бүгін ешқандай да приложение жазып, анау-мынау қылып, қиналмайсыздар, жай ғана баса саласыздар. Достар, менің 3 шартым бар, 3 шартымды орындасаңыздар, бұл тегін интернетті қоса берсеңіздер болады. Біріншісі, сіздің номеріңіз Билайн болу керек, бұл ең бастысы. Екіншісі, сіздердің номерлеріңіз минуста болмау керек, тіптен 0,1 теңгенің өзі де минусқа саналады, минусқа кіріп кетпеңіздер. 0 де болса, туп-тура 0 де болса қосыла береді достар. Үшіншісі, менің каналыма жазылыңыздар, оның қасындағы қоңыраушаны баса салыңыздар, себебі ертең дәл осындай оп-оңай тегін интернеттердің түрін шығаратын болсам, сіздер қарап отыратын боласыздар. Жақсы болды, Surprise видео шығарыпты ғой деп ше. Короче, солай ғой. Ит төбесінде тұрған анау жерде лайк тұр, лайк жай ғана тыңқ етіп баса салсаңыздар, тыңқ етіп ше, жай ғана тыңқ етіп баса саласыздар. Болды. Осы шарттарды орындасаңыздар, тегін интернеттерге қол жеткізесіздер достар. Бүгінгі тегін интернеттің несі Билайн нөмірге ғана жұмыс істейді. Билайн нөмірі енді бәрінде бар шығар. Мен Билайндармен жұмыс істеймін негізі толқын. Билайнда не көп та, тариф көп пайдалануға ше, сосын олар тегінді көп бар ше, соған байланысты. Енді бүгінгі керегіміз мына осы үшеуі ғана, ортада тұрған үшеуі, телефон, сообщение және мой Билайн, үшеуі ғана керек. Бұл жерде тіптен екеуі де керек емес, сообщение мен мой Билайн керек емес, негізі телефонның өзі керек. Қосу үшін не істеу керек? Қазір бірінші мой Билайнға кіріп, сіздерге дәлелдемесін көрсетіп жіберейін. Қазір мен сіздерге көрсетем. Қараңыздар. Міне, қараңыздар, детализация деген жерімді көріп тұрсыздар. Бұл қанша мегабайт қолданғанымды көрсетеді. Қазір мен неге YouTubeға кіріп, неге көріп көрсетпейді деп отырған шығарсыздар, себебі менің пайдаланғаныма 1 ай болды, 1 айдан астам болып кетті. Соған байланысты маған қостыртпай енді, мен оны қолдана алмаймын. Міне қараңыздар, өздеріңіздің көздеріңіз жеткенше 82 гигабайт деп тұр. 83 гигабайт почти 99 ғой. 83 гигабайт қолданған 1 айда достар. Әне төбесіне қарасаңыздар Мецес деп тұр. Мецес. Ай деп тұр. Қазақша болып көргенде достар. Мецес деп тұр. 1 айда қолданғаным 83 гигабайт. Және минуттарды да тегін береді. 61 минут. 61 минут. Бірақ сағат па? Жоқ достар, негізі бұдан да көп болған тұғын, 300-ге дейін кетіп қалған тұғын негізі. Себебі менің пайдаланғаныма 1 айдан асып кетті. Қазір мен тегін интернеттермен жүрмін, кілтті қолданып енді. Қайтеміз енді. Шектеуі салып тастапты. Міне, бұл сіздерге көрсеткен менің дәлелім болсын достар. Дәлел мынау 82 гигабайт, 83 гигабайт. Достар, бұл менің дәлелім. Енді бұны қосудың тәсілі қалай болады деп ойлайтын шығарсыздар. Міне тарифы деген жерді көріп тұрсыздар. Осы жерден қарап аласыздар. Сенбесеңіздер, мен сіздерге көздеріңізді жеткізейін. Бұл екінші дәлелім. Міне, Али Макс на пробу деп тұр. Пробу деген қолданып көру, сынақ мерзімі. Попробуйте ссылки бесплатно, звездочка 904, звездочка 400 решетка. Көріп тұрғандарыңыздай. Осыны басып,
міне бір күнге пайдалана аласыздар. Бұл жерде 3 қолданатыны бар. Мен телефонға кіріп көрсетейін. Мен сіздерге телефонға кіріп көрсететін болам. Звездочка 904, звездочка 200. Бұл біріншісі достар. Осыны басасыздарға жай ғана баса саласыздар. Болды. Осы барады да, и сізге сообщение келеді. Қазір мен сообщениені көрсететін болам. Бұл біріншісі 904, звездочка 904, звездочка 200 решетка. Екіншісі звездочка 904, звездочка 300 решетка. Бір-біріне ұқсай береді достар. Үшіншісі звездочка 904, звездочка 400 решетка. Болды. Осы үшеуін ғана басып кезек-кезек баса бересіздер достар. Кезек-кезек әр күн сайын қосылмады деген сообщение де келуі мүмкін. Міне сіздерге сообщениені көрсетіп кетейін. Міне қараңыздар. Анлим HD'ді сынау қосылды. Бәріне нағыз шексіздікті байқап көріңізде, тарифті бір айға қосыңыз. Немесе сынау мерзімі 24 сағат, қызмет өзі өшеді, сынағаныңыз үшін ақы алмаймыз. Бұл үшінші дәлел. Көріп тұрғандарыңызды үшінші дәлел. Ешқандай да өтірік емес достар, пайдаланып қалыңыздар. Ертең ана жердегі анлим деген тариф өшіп қалатын болса, одан кейін қосылмай қалатын болады. Екінші, я деп ең соңғы тұрған сообщение қараңыздаршы. Ең соңғы я сіз шексіз интернетті пайдаланып сынап жүрсіз ғой, немесе сынақ қызметін оған дейін қостыңыз ғой. Ой. Нағыз шексіздіктері бар анлим тарифіңізді таңдаңыз дейді. Достар, бұл егерде қосылғаннан кейін тағы да бір рет істеп көрсеңіздер, осындай сообщениелер көп келе беретін болады. Егер сіздер осылар үшеуін қосқан кезде қосылмай қалатын болса, онша сіздердікі біткен деген сөз. Яғни пайдаланып болдыңыздар, енді әрі қарай қосылмайды деген сөз. Қайта қоса бермеңіздер. Қоса бермеңіздер дегенде. Қоса берсеңіздер болады неңіз? Не ғой? Не дейін бәрді? Не ғой? Жай көре салсаңыздар, қосыла береді негіз. Шын айтамын, қосыла береді. Ешқандай да алдау емес. Мен каналым ешқандай да алдамайды. Жай ғана тық деп баса салып қоса салатын нәрселер бұлар достар. Тық деп баса саласыздар болды. Ваш анлим. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Отец, подумайте о ней. HD на пробу закончился. Заценили настоящий безлимит и качество HD видео. Подключайте свой тариф анлим с безлимитным интернетом на все. Достар, негізі бұл тариф 6000-нан басталады. Негізі өзі тарифтің өзі. Бұл пайдаланып көрем десеңіздер, бір айға ешқандай ештеңеге мегабайт деген бермейді. Бірақ полностью барлығына YouTube болсын, анау болсын, ойындарыңыз болсын, бәріне шексіз. Кәдімгідей шексіз пайдаланасыздар. Барлық тарифтің, анлим деген тарифтің барлығы да бірдей. Барлығы да бірдей шексіз. Бірақ ақшаларының көлемі әртүрлі. 6000-нан, 5000-нан, 4000-нан, 3000-нан, 2000-нан. Айырмашылығы неде десеңіздер, бұл жерде шетелге қоңырау шалу. Шетелге деп өлім қойын деппін шама. Емделіп келу керек екен. Шетелге емес, Теле2 дейтін, актив деген нөмірлерге звондау. Бұл жерде айырмашылық сода. Минут береді ғой звондауға. Сол минуттарды пайдалану айырмашылығы 6000, соны ақшасының көлеміне байланысты. Ең арзаны 2000 теңгелік тариф достар. 2000 теңгелік тариф. Жоқ, 2790 по-моему. 2790. Точно емделу керек. 2790, яғни 3000 теңге ғой достар. 3000 теңгеге бәрін пайдаланасыз. Полностью бір ай бойы ешқандай мегабайт анау-мынау деген жоқ. Билайн нөмірлерге шексіз. Тіптен BTV каналы бар, BTV дейтін программа бар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Одан телевизиялық бағдарламаларды немесе киноларды көруге шексіз қылып береді. Достар, осымен видео аяқталды. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет. Бағана айтқандай менің каналыма жазыңыздар, қасыңдағы қоңыраушаны басыңыздар, себебі менің жаңа видеоларым бұдан да қызық болуы мүмкін. Слышь, ты че такая дерзкая,
және де оның төбесінде тұрған лайк батырмасын баса саласыздар. Батырма деп қазақша сөйлеп қояды дейді. Жарайды, батырмасын баса саласыздар. Болды, осы нәрселерді орнасаңыздар, ертеңгі видеом ең қызығы болады. Негізі қоштасқым келмейді достар, деп басқалар сияқты айтпай ақ қояйын. Сау болыңыздар достар, қайта кездескенше. Бұл тегін интернетті пайдаланып көріңіздер. Егер де хейтерлер болып жаман комментария жазып жатсаңыздар, онша сіздерге айтайын. Салам Крайс, сіздермен Супрайс. Сау болыңыздар достар. Я просто похлопаю.